Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай, қаламыздың орталық стадионының жанында қала тұрғындарымен шағын эксперимент жүргізетін боламыз. Ұлттық құндылықтарымыздың негізі саналатын салт дәстүріміз туралы қала тұрғындары не біледі екен? Бізбен бірге болыңыздар. Үме деген естіп көрдің ба? Үме деген бұрын соңды. Асарлату, асарға барамыз деп айтпай ма балдар? Исуым бар асар. Асар деген ол көмек деген ғой. Асарлату бұрын үме деген болатын еді. Сосын асар деген бар. Үме деген үй салса көмек ретінде ағайын туыстық шақырып үме жасайды. Сол үме жасаған күні жаңағы сарай үй салған адам бір малын сойып кәдімгідей үлкен той жасайды, асарлату деп. Сонда бір күнде бір үйді қалап шығарады. Асарлату деген сол болады. Асар. Білмейсіз ба? Білмеймін. Асарлату деген ол жаңа көмекке келіп, бүкіл үйге бір нәрсе көмектесу бүкіл адам болып. Соған жайылған дастархан иелерінде асарлату дейді. Сәлеметсіздер ме? Бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Салт дәстүр жайлы. Мысалы үй салсаң, соған көмекке шақырады. Ағайын туыс, ауылдың адамдары барлығы. Көрші көлем. Үме деген естіп көрмедіңдер ма? Үме жоқ. Байғазы жайлы естіп көрдіңдер ма бұрын? Ана бір адам бір зат алса, соған байғазы береді. Үлкендерден? Ана ақша сұрайды, байғазы. Көрімдік байғазы. Алып жүрсіңдер ма өздері? Жақсы, рахмет. Сәлем салу жайлы білесіңдер ма? Қазір келінде сәлем салады ғой, қазір енді үлкенге құрмет көрсеткендей ғой деп ойлаймын. Отбасына не иіліп беретін, Басында сәлем беретін. Салт дәстүрге қатысты бір-екі сұрақ қойсам жауап бересіз бе? Рахмет. Бізде жоқ онда, біз орталық Қазақстанның адам болғаннан кейін бізде онда сәлем салмайды ма сонда? Бізде сәлем салмайды. Ерте заманда сәлем деген неден шыққан? Мысалға жаңа түсіп жатқан келіншектің, яғни қыздың төркіні сәукеле кигізеді. Солай ғой дәстүр бойынша. Сәукеленің енді ол әр отбасының өзінің жағдайына қарай. Бір сәукеленің биіктігі тіпті 1 метрге дейін болады, 1,20 метрге дейін болады. Сол кезде ағаш үйдің есігін, мысалы сықырлауық деп айтады қазақта. Сол кезде ағаш үйдің есігі сықырлауық деп айтқанмен оның ұзын болмайды, биік болмайды. Қазіргі заманауи жаңа 2 метрлік болмайды. Оның әр кеткенде биіктігі, ұзындығы 1,50 болады. Сол кезде еңкейіп, ана жаңағы отау дейді, жас отаудың үйіне кірген кезде ана 1,20 метр сәукелемен 1,5 метр ағаш үйінің ішіне кірген кезде қалай кіреді? Келін еңкейіп кіреді, отауға сәлем беру дегеннен шығады. Енді сәлем беру дегенді енді мен көп білен кірмеймін, бірақ енді сол сәукеле туралы сонысын білем әйтеуір. Асату деген жайлы білесіңдер ма? Асату. Білмеймін. Жоқ. Білмеймін қызы. Рахмет. Қалың мал жайлы білесің ба? Қыз аласың ғой, әкеліншек қылып, сол ата-анасын баққандағы саған дейінгі расходты жабу деген сияқты ғой. Қызға оның күйеу жағы не береді? Ақша бермесін деп бір үйге келінге түскен кезде басқаша заттарын алып беруге қалмал дейді. Салт дәстүрге қатысты бір-екі сұрақ. Ер бала Қыз балаға береді қалмалын. Құрсақ шашу дегенді білесіз бе? Құрсақ шашу деген бала туылған кезде болатын зат. аяқ ауыр келіншектің үйіне әйелді шақырған сондай ғой. Бала көтергенде жасайтын той шығар. Құрсақ шашу дегенде әйел адам көтергенде жаңағы өзіне жақын достарын, ата-енесін шақырады жаңағы. Кім болады екен деген жаңағы сондай бір секрет ретінде жаңағы анализ тапсырады, сосын соны әйел адамды алдын ала жүктілікке дайындау жаңағындай. Міндетті түрде. Байғазы жайлы естідіңіз ба? Байғазыда бір жақсы көйлек алса, ой, байғазы бер деп сондайды сұрайды. Жаңадан зат алғанда берілетін не? Үлкендердің? Үлкендер береді. Когда адамда андай қуаныш жеткізеді ғой, неге? Бұрында қазақ халқымызда болған, типа қуанышын адамдарға айтады да, и бәріне байғазы сұрайды. Жаңа зат алғанда, жаңа зат алған кезде, тағы бір заттар алған кезде, телефон алған кезде мүмкін сол кезде байғазы сұрайды. Жақсы. Мінекей құрметті оқырман, өздеріңіз тамашалағандай қала тұрғындарының бір шамасынан біз сұхбат алып, салт дәстүр жайлы пікірлерін білдік. Оның арасында білетіні бар, білмейтіні бар. Жалпы алтын діңгегіміз түп тамырымызға айналған салт дәстүрімізді біле жүріңіздер, білмейтін
келгендеріңіз оқып ізденіп жүріңіздер дегіміз келеді. Рахмет.